Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі шығарылым Стамбулдағы бір күнім жайлы болмақ. Ешқандай бояусыз алған әсерлеріммен бөлісетін боламын. Сәтсіз жайттар, соның ішінде 2 рет футбол матчына кіре алмағаным және де тағы басқа қызық жағдайлар туралы сіздерге жеткізетін боламын. Достар, кеше менің артымда тұрған Реджеп Тайып Ердоған стадионына біз кіре алмай кеттік. Түркия біріншілігінің кеше кезекті ойын өткен болатын. Касымпаша және Фенербахче футбол клубтары арасында, яғни бұл стадион Касымпаша футбол клубының үйдегі ойындарына арналған стадион. Яғни осы жақтан тек Касымпаша футбол клубының жанкүйерлері кіреді екен. Енді біз өзіміздің жаңалықты айтып кетсек, яғни біз билетті ең басында қонақ үйге орналасқан кезде қонақ үйдегі қызметкер бізге көмектесем билет алып берем деген болатын. Өйткені біз қараған кезде билеттер болмаған болатын. Өйткені бұл стадион сыйымдылығы 14 000 көрермен болғандықтан, яғни билет бітіп қалған екен деп ойладық. Сөйтсек, жаңағы біздің қонақ үй қызметкері бізді алдап, бізден 600 евро алмақшы болған екен. Одан кейін кеше біз өзіміз стадионға келіп қарасақ, билеттері бар болғанына бір кісі басына, яғни 11 000 теңгеден ғана 100 000 түрік лирасы ғана тұрады екен. Сондықтан сіздерге бірінші кезекте айтатынымыз, біз енді сол қонақ үй қызметкері бізге билетті әперем деп алдағаннан кейін тексеріп қаратта біз өзіміз сайттан алғанбыз. Яғни ол сайтымыз өтірік, жалған сайт болып шыққан, яғни бірақ барлығы сол өзінің Касымпашаның яғни билет алатын сайтқа ұқсайды. Сондықтан осындай бір қулыққа тап болдық. Және де бұл матчқа кіре алмай қалдық. Стамбул көшелерінің біз тоқтаған ауданда қонақ үй жақтан төмен қарай орналасқанда, жоғары қарай осылай баспалдақтармен немесе осылай көтерілетін боламыз. Арасынан бір Түркия сериалдарындағы бір көріністерді көргендей боласың кейде. Болды. Фу, сасып жатыр мусор. Тура ма? Байқа, машина кездестір. Маршрут бір көріп алайық. Че маршрут? Зачем меня снимать? Жалпы Стамбул көшелері өте әсерлі, өзінің атмосферасымен есте қалды. Bu ne kardeş? Poğaça, Ha? çikolat, patates, cheese, normal poğaça. Bolca? Karaköy poğaçası. Merhaba kardeş. Merhaba abi. Біз орналасқан қонақ үйдің маңында Стамбулдың ең танымал көрнекті туристік орындарының бірі Галата мұнарасы орналасқан екен. Ол қаланың еуропалық бөлігінде, Бейоғлы ауданында Истиклал көшесінің соңында орналасқан. Оны қаланың орталық бөлігінің барлық дерлік нүктелерінен көруге болады. Мұнараның биіктігі 67 метр, диаметрі 9 метр, теңіз деңгейінен биіктігі 140 метрді құрайды. Бұл тек тарихи ескерткіш қана емес, сонымен бірге Стамбулға және оның айналасына керемет көрініс ұсынатын керемет бақылау алаңы. Бүгін дүйсенбі болғаннан кейін ба кезек аз негізі. Жай күндері бұл кезегіміз әр жаққа дейін барып, айналып, мына жердің бәрі толған адам болып тұрады. Это все вниз, да? На обратке как подниматься? А на обратке мы не пойдем, мы на Уф, спасибо, спасибо. А то ты поднимусь, я пол жира здесь оставлю. Вот и тюрьма, да, была? Өтірік құлатып алатын ғой, өтірік көрдің ба, құлатып алды. Көрдің ба, осы түсті. Я білем ғой. Одан кейін біз вапурға мініп Стамбулдың ескі орталығына қарай жол тарттық. Вапур дегеніміз Стамбулдағы қоғамдық су көлігі, қаланың еуропалық және азиялық бөліктерін біріктіретін, жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын шағын паромдар немесе жолаушылар кемелері. Бірінші аялдамамыз көгілдір мешіт болды. Ол жерде реставрация жұмыстары жүріп жатқандықтан біз фотосуретке түсіп, жалпы мешітті танысып, көріп қайттық. Екінші аялдамамыз Айя София мешіті. Бұл енді Айя София мешітінің тарихы туралы айтатын болсақ, Стамбулдағы бұл мұражай ғимараты көне сәулет өнерінің үлгісі, іргетасы император ұлы Константиннің бұйрығы бойынша 325 жылы қаланған.
Оны 10 мың жұмыскер 5 жылда салып бітірген деседі. Содан бері түрлі жағдайларға талай рет қирап, талай рет қалпына келтірілген ғимарат 2020 жылы мешіт мәртебесін қайтарып алған. Енді бұл мешітте біз ішкі архитектурасымен жалпы танысып, ішін көріп, намазымызды оқып шықтық. Достар, мына біз түрік біріншілігіне екінші матчқа қатарынан Галатасарай мен Конеспор ойнап жатыр. Бүгін соған билет аламыз ба деп едік. Тағы да стадионға барып, сол жақтан қайттық. Өйткені бұл жақтың енді жүйесі біртүрлі қиын екен. Біздегіндей тикетон жоқ, тез алмайсыз. Бір картасын алу керек та, сол картаға шетелдіктерге дұрыс енді, жүйе орында қалыптаспаған, сондықтан алмадық та, міне еріксізден бір мейрамханаға келіп, осылай міне матчты көріп отырмыз. Енді атмосфера деген стадионда өте керемет, бірақ енді фанаттары деген Түркияның өте керемет екен. Достар, бұл енді менің Стамбулдан алған бір күндік әсерім, қызығы мен шыжығы мол сапар болды. Яғни жалпы Стамбул қаласына мен бірінші рет келген болатынмын, және де бірнеше мәрте баратындай өзім әсер алдым. Сондықтан бір күнде жалпы мынандай керемет әсем қаланы аралап танып білу мүмкін емес. Сондықтан келесі сапарда менімен бірге ауқымды шығарылымда Стамбулда кездескенше достар.